интернет жоқ. Интернет болғанменен сотовый связь да бар, бірақ компьютермен пайдалана алмаймыз біз. Себеп интернет жоқ. Вышка қойып қойды былтыр, бірақ ол істемейді. Аудан әкімін тыңдап бірінші. Жалпы Белошақ Байыл ауданында проблема бар. Интернет желісі жалпы ұялы желі 27 елді мекенде ғана, 45 елді мекенде. Енді Ақарал ауылында біз вышканы қойып қойдық. Қазір Билайн линиясымен оператормен келіссөздер жүргізіп жатырмыз, олар қоямыз деп отыр. Сонымен қатар Ақаралға қояды. Ақаралға тікелей вышкасын жасап қойдық. Енді қазір Билайн оператормен келісіп отырмыз. KSL-дар бұған мойын сұқпады. Билайн келісімін беріп отыр. Қашан салам дейді? Билайн осы қазір біз вышканы бітіріп қойдық. Келіссөзбен қазір мен мерзімін нақтылаймын. Қосымша баяндайтын протоколға енгізілсін, онда мерзімдерді нақтылап бақылауға алатын боламыз. Сияқты левий беріп, правый беріп деген сияқты темір жолымызда көпір жоқ, өткел. Кішкентай алақандай бір жол, 5 қатар темір жол, оның үстінде қатар-қатар тұрып алғанда кемінде бір 45 минут жарты сағаттай тұрып қаламыз. Астынан өтуге болмайды. Сондықтан сіздің мына келіп отқаныңызды пайдалана отырып, Ойтал тұрғындарының атынан сізге сол жағына бір қаражат бөлсеңіз деген сауал. Бұлаққа уже біраз жылдар бойы проблема болып тұрған мәселе. Біз былтыр кірісіп кеттік болған. Қазір жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Қазір мемлекеттік сараптамаға кіріп отырмыз. Енді ары қарай бюджет өтінім беретін боламыз. Қашан шығады сараптама? 2 айдың ішінде бюджет мемлекеттік сараптамадан шығаруымыз керек. Маусым айында шығады. Нақтылауға бюджеттік өтінім береміз. 2 айыңыз сәуір айы ғой. Енді 1 маусымға дейін соғықта бюджеттік өтінімді береміз.